Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге үлкен көлемде сүбелі пирог жасап көрсетемін. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін жұмыртқа, қант, ерітілген сары май қосып, жақсылап венчиктің көмегімен қантты ерігенше араластырамыз. Араластырып болғасын құрғақ заттарын дайындаймыз. Ол үшін ұнға разрыхитель какао салып, жақсылап араластырамыз. Какаоның түйіршіктері қалмайтындай болу керек. Енді құрғақ заттарымызды салып араластырамыз. Ең алдымен венчиктің көмегімен араластырамыз. Жақсылап. Содан соң қолымызбен жақсылап араластырып қамыр илейміз. Достар, мен сіздерге барлық ингредиенттердің қанша грамм кететінін описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Түсінбесеңіздер комментарийға жазып сұрауларыңызға да болады. Міне осындай қолға жабыспайтын қамыр шығады. Енді оны тоңазытқышқа салып қоя тұрамыз. Салмасын дайындаймыз. Творыққа көкөніс крахмалын, қантты, жұмыртқа, 2 ас қасық қаймақ салып араластырамыз. Ең дұрысы блендердің көмегімен араластырған жақсы, себебі түйіршіктер қалмайды. Егер түйіршіктер болмаған кезде пирогымыз өте жақсы болып, теп-тегіс болып шығады. Міне осындай бір келкі масса шығады. Енді астыңғы қамырын дайындаймыз. Пергаментті астына төсеп, қамырды үстіне салып, оқтаудың көмегімен жаямыз. Жайып болғаннан кейін жанын шаншқының көмегімен бортиктер жасаймыз, әдемі шығу үшін. Содан соң қамырымыз көтеріп кетпеу үшін шаншқын көмегімен тесіп шығамыз. Салмамызды саламыз. Тегістейміз. Шаншқын көмегімен кішкене қамырын түсіреміз. Піскен кезде қамырымыз үлкен, салмамыз құттай болып тұрмау үшін. Ауасын шығарып 180 градус пеште 30-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Осымен пирогымыз дайын. Арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.